Мен өзімде ревматоидный артрит Ох ты. 15 жылдай болып қалды. Суыққа шықса мына саусақтар бәрі ісіп кететін. Бұл енді сенде бітті қалды осымен қаласың деді ғой. Мына иығыма қолым жетпейді, мына қолым міне жетіп қалды. Тамаша. Мына жақ міне кішкене қалды, мына жағы Буын сырқырайды, да? Буындар. 6 күннің ішінде жаңа буынның ауруы сырқыраған кете бастады. Емді химиялық дәріден іздемеңдер, емді табиғаттан іздеңдер. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өздігіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 97-ші ағымды мәресіне жеткіздік. Енді бір ауыз пікірмен елге бөлісейін деген ақ жүрек кең пейілді біздің шынығушыларды студияға шақырдық. Соның бірі Ербол деген бауырымыз. Менің жерлесім Семейден болғанда тіпті көрші ауыл Елтай деген ауыл бар. Бәріміз бір жардамыз. Сол Елтайдың болатшысы. Мен болатшы деген енді ру болғаннан кейін бір-бірімізді білісіп танысамыз ғой. Құсмила деген ағамыз бар. Мұхит деген ағаларымыз бар, Елтайдың мықты азаматтары. Соның кейін Елтайда Егенбаев деген ағаларымыз болған, аты шыққан елдің ел ағалары. Сол Семейден келіп отыр екен. Кейбіреулер ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде деп дені саулы болса да, аурудың алдын алсам деп келеді. Кейбіреулер ауыра бастағаннан кейін жаны қинала бастағаннан келеді. Өзің қалай келіп қалдың? Мен енді келем деген ойда жоқ. Осы жақында жолдасым туған күні болды, 55-ке толды келіншегі. Соған балалар подарок жасапты шешесіне. Содан айтады, шешем жаңғыз бармасын, сіз бірге барыңыз деп, екеуміз бірге келдік. Ең үлкен сыйлық ата-анаңа, ол денсаулық. Ата-анаңа, мама, әке денсаулық деп, сен денсаулықты сатып алып бере алмайсың, сыйға тарта алмайсың. Телефон сатып алып бересің, бір сағат сатып алып бересің, көлік сатып алып бересің, денсаулық сатып алып бере алмайсың. Ал денсаулық болу үшін денсаулықтың жолын көрсететін жерге жіберіп отыр. Солай ғой? Дұрыс айтасыз. Бала-шаға ризасыңдар ма? Ризамыз. Дұрыс әперіп пе? Дұрыс әперіпті. Алдында ренжіге біз бұдан ең бар, оны немен етесің, суық суын деп. Өмір түсіп көрмеген суық суға да түсіп жатырмыз не? Мен өзімде ревматоидный артрит 15 жылдай болып қалды. Суыққа шықса мына саусақтар бәрі ісіп кететін. Мында суық суға түсіп жүрмін, ешқандай не жоқ. Мына иығыма қолым жетпейді, мына қолым міне жетіп қалды. Тамаша. Мына жақ міне кішкене қалды, мына жағы буын сырқырайды, да? Буындар. Өйткені ревматоидный артрит деген иммунитеттің өзіне өзі шабуыл жасап жатуы. Оның бір-ақ емі бар. Осы тыныс алу, суық су, соның кейін мына медитация арқылы мидағы үрейден кетіру. Әйтпесе сіз Америкаға барасыз ба, Европаға барасыз ба, Түркияға барасыз ба, Кореяға барасыз ба, бәрінің беретіні метаджек, метатрексат, метипред, ол химиялық дәрі. Жаңағыны кішкене бауырсынады, бірақ ауру асқына береді. Сондықтан Ербол, ең осы аурудың толық жазылатын жеріне келдің. Сондықтан бала-шағаңа алғыс айт. Әйтпесе кейін мына буын бүйтіп қисайып, көріпсің ғой ревматоидный кетуші едің. Сондықтан балаларыңа саған ең үлкен жақсылық жасады. Жұбайыңшы? Жұбайым да жақсы. Ризасыңдар ғой? Иә, ризамыз. Ең бастысы мына Олқысының өтінде төсі бар болатын. Тас бар, ә? Тас бар, е. Соған кеше ұнтақтарын алдық. Ұнтақтап түсіретін аманшылық болса, содан результат күтеміз енді. Енді өзің 6 күннің ішінде жаңа буынның ауруы сырқыраған кете бастады. Бірде-бір дәрігер айтты ма? Тыныс алумен айналыс, суық сумен айналыс деп бірде-бір? Жоқ. Олар не айтады? Міне дәрі, мынаны ішесің, мынаны ішесің. Бұл енді сенде бітті, қалды осымен қаласың деді ғой. Мынау әлі қасқыр, апандағы қасқырды шығармайтын сияқты. Мына дәріні ішсең, қасқыр шықпайды, орнында отырып, мынаны ішпесең, мына сенің ауруың қайта қозғалып кетеді деп. Сол дәрігерге 3 айдан кейін Ербол барасың, ана ревматоидный артриттің сояны көрсетеді, ревмофактор дейді, соны көрсетеді, соның кейін с-реактивный белок деген, осы 3 нәрсені көбінесе. Соны осы уақытқа дейін тапсырған анализің бар ғой. Осы мен айтқан нәрсені бәрін бірге бір жаса, бір жарты жылдан кейін анализ тапсырды, ана дәрігерге көрсет. Міне сенің дәріңмен не болдым, ана табиғаттың арқасында не болдым деп. Жақсы. Жақсы ма? Жақсы. Қуаныштысың ба келген? Әрине, қуаныштымын.
міне кәртегенде зейнет бер дейді. Кәртегенде сен буын сырқырап ауырып азапта шегетіннің алдын алуға келдік. Сенің орнады ғой. Орнады сен. Онкология, небір аурулардың бәрінің емі табиғат екеніне көзің жетті. Көзім жетті. Ал сәлеметсіздер ме? Менің атым Жаңыл, Ноғаева Жаңылмын. Жаңа өзеннен келіп, осы жан мен тәнге келіп, денсаулығымды түзетуге осындай мұздай суға түсіп, денсаулығымды жақсы қылып атқан жайым бар. Бұл жерде өте күшті, саумал ішесіңдер, түйенің сүтін ішесіңдер, шырын ішесіңдер, денсаулықты мықты қылып жібереді. Сіздер де осы жерге келіп, осындай суға түсіп, мұздай суға түсіп, денсаулығыңызды сақтауға болады. Өте күшті. Рахмет осы жасап атқан Нұрзила Ахметке құрдасым болады екен. Сол жерде істеп атқан қыздарға мың рахмет. Тек Алладан қайтсын сіздерді, бізді сыйлағаныңыз бір Алладан қайтсын. Мен үнемі айтам ғой, ауруды жаратқан жаратушы, оның емінде жаратқан. Оның емі ауа, шөп дәрілер, суық су, тыныс алу, табиғи биенің сүті, түйенің сүті. Солай ма? Солай. Міне, ағзадағы бүкіл аурудан қалай құтыласың? Шөп дәрілер, табиғи шөп дәрілер. Ал мидағы кіріп кеткен құрттан, уайым, үрей, қызғаныш, болмаса қорқыныш, реніштен қалай құтыласың? Тек қана психологиялық жаттығулар арқылы. Біраз сабақтар миға кірді ме? Миға біраз кірді. Міне кондиционер тұр, қазір суық ауа ұрып жатыр. Егер ана кнопканы бассақ, біраздан кейін ыстық ауа ұрады. Дәл сол сияқты, мидағы қорқыныштың орнына батылдық келеді, уайымның орнына сенім келеді. Солай ма? Солай. Міне балаларыңа мен алғыс айтам, өйткені ата-анаңа ең үлкен жасаған жақсылығың оған денсаулық сыйлаған. Денсаулықты сен сатып алып бере алмайсың, денсаулықтың жолын көрсете аласың. Өзің білмесең, білетін жерге жібер. Солай ғой? Солай, дұрыс. Міне бауырым, осыны өзің ұстанып, өмірдің рахатын енді кәрілік келе жатыр, зейнет. Зейнет деген денсаулық. Ризасың ғой келген? Ризамын. Міне кәртегенде зейнет бер дейді. Зейнет деген тең болады, денсаулық. Ол ауырып жату, төсекте жату емес, денің сау болған. Бала-шағаң қызығын көр дейді. Бала-шағаң қызығын көру, өзіңнің денің сау болып, солардың қуанышында, тойында қыдырып бірге жүрсең, қызығын көру деген сол. Солай ғой? Солай. Енді ревматоид артритпен ауырып жүрген замандастарыңа, ағайын туғандарға не айтатын еді? Ештеңеден қорықпаңыздар, ешкімге сенбеңіздер. Осында келіп, міне, Ахметбек ағадан сабақ алыңыздар, дәріс алыңыздар. Бұл өте тамаша. Сіздерге көмектеседі. Табиғатпен достасыңыздар, аурумен қоштасыңыздар. Мен қосымша айтатыным, емді химиялық дәріден іздемеңдер, емді табиғаттан іздеңдер. Сондықтан бұл жерге кел деп мен жалынбаймын. Менде проблема жоқ. Келетін адамдар көп, кезекте тұр. Менің өзімде проблема жоқ. Құдайға шүкір, бала-шағам бар, ақшам бар, денсаулық бар. Мен Қазақстандағы осы қиналып жүрген адамдарға көбірек сауықтырсам деген, бүкіл Қазақстаннан орталық ашсам деген бірақ ниетім бар. Алихандар, осы тірі болсам қазаққа қызмет етпей кетпеймін деді, сол ұранды ұстанып жатсың. Бәрі ақшамен өлшенбейді. Тек қана адамның ақылы, мінезі, білімімен өлшенеді. Енді осы аурудан құлан таза жазылып, ұзақта бақуатты өмір сүруіңе тілектеспін. Әмин. Міне, бұл керемет страшный ауру, бірақ табиғаттың күшінің қасында бұл ауру түкке тұрмайды. Сондықтан табиғат күшімен емделіп, өмірде қиындық көрмей, ұзақты өмір сүруіңе тілектеспін. Толық сауығып, бала-шағаң қызығын көруге сіздерде ниет қойып, комментарий жазып, лайк қойып, тарата жүріңіздер. Суық сумен, табиғатпен достасқаның, Аурумен қоштасқаның. болды. Сіздерде ауырсаңыздар, табиғатқа жүгініңіздер. Жақсы күндерді кездескенше сау саламат. Рахмет.